Президенттің мемлекеттік аппараты дебюрократизациялау жөніндегі тапсырмасы аясында Ішкі істер министрі мен цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің кездесуі өтті. Екі ведомство басшылары елорданың халыққа қызмет көрсету орталығы мен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында болып, жүргізуші куәлігін беру, автомобильдердің нөмірлік белгісін дайындауды автоматтандыру, халықты құжаттандыру, сондай-ақ дактилоскопиялық ақпаратты пайдалану процесімен танысты. Қанша уақыт қалды? Номер 1812. Пройдите, пожалуйста, ко входу под номером 35. Ауыстырмақсыздар срогымен. Марат Ахметшанов пен Бағдат Мусин Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментінің жедел басқару орталығында да болды. Олар Ішкі істер министрлігінің ахуалдық талдау орталығы, сергек аппараттық бағдарламалық кешені мобильді қосымшасы жобаларын қарап, ішкі істер органдарын цифрландыруды одан әрі дамыту мәселесін талқылады. Сейчас установлено более 32 тысяч камер. Мы их активно с МВД постоянно в ЦОВ выводим во время пандемии, во время январских событий. Все это выводили сюда. В 5 городах уже работаем. В течение 2 месяцев еще 3 города подключим. И до конца года еще планируем еще 3 подключить. Ішкі істер министрлігінің талдау орталығы криминогендік жағдайды бақылап, қылмыстың алдын алуды көздейді. Ал мобильді қосымша жол қозғалысы ережелерін бұзудың алдын алу мен жүргізушілердің мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы мұндай инновацияларды енгізу арқылы полиция қызметін жетілдіріп, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетіп, ішкі істер органдары жұмысының ашықтығына қол жеткізуге болады. Обучаем общественные места, школы, больницы, жилые, госучреждения. Министрлер жергілікті атқарушы органдар мен азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының өкілдерімен, полиция және қылмыстық атқару жүйесі департаменттерінің басшыларымен онлайн режимде отырыс өткізді. Жиында мемлекеттік органдармен, сондай-ақ халықпен қарым-қатынастың цифрлық форматын енгізу жөніндегі міндеттер қаралды. Бүгінгі таңда біздің мына қойып отырған жобамыз осы күнделікті құқық бұзушылықты жазаға тарту, екіншіден соны болдырмайтын тосқауылдар қою. Бәрі ойлап отыр, осының бәрі мына қылмыс, құқық бұзушылық, ол тек қана біздің МВД-нің өкілетіне кіреді деп. Жоқ, оны айту керек, ол бүкіл мемлекеттің өкілеттігі. Ең бірінші жергілікті атқару органдарының несіне кіреді. Сіздердің жаңағы региондарыңызда осындай тыныштық болса, құқық бұзушылық аз болса, ол деген сіздерге елдің, халықтың көзқарасы өзгереді. Билікке деген сенім қатаяды. Ұлттық жобада көрсетілген тапсырмалардың барынша көбісі жергілікті атқарушы органдармен бірігіп жасалатын жұмыс. Қазір жалпы жұмыс қойылған. Біз цифровизация бойынша тек қана цифр автоматтандырып емес, процесстерді реинжиниринг жүргізіп жатырмыз. Сізбен бірге, РФРмен бірге, мысалы, Европротоколды ойлап таптық. Қазір заң күшіне енеді. Күшіне енген соң, оны түгелін автоматты цифрландырып, шынында да авария болған кезде тек қана бір 5 минуттың ішінде солай телефонмен тек қана сол фотосын түсіріп, ары қарай жүре беретіндей болу керек. Кездесу соңында Марат Ахметшанов азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған көптеген бірлескен жобалардың алдағы уақытта жүзеге асырылатынын атап өтті.